Короче, мои друзья, настроениемді көтеретін бір жаңалық болды менің өмірімде. Білмеймін, мен Аллахқа рахмет айтуым керек шығар. Я так рада. Короче, расскажу потом, но не сейчас. Негізінде Аллах тағала мен бір нәрседен қателесейін деп тұрсам, бір дұрыс емес қадам жасап тұрсам, үнемі маған бір подсказка береді да. Құндыз, болмайды, не пойдет деген секілді бір араға түсетін адамдарды жібереді. Бір жерге бару керек болса, бардырмауға тырысады, что не стоит это делать дегендей. И және де өте қуанатыным осы жылда бір қатты бір дұғамды десем де болады. Аллах естіп, сол бір мендегі проблеманың бір 50% болсын шешіп берді. Ал барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен обычно майканы кие алмайтын болыппын, білмеймін, өзім кішкене толып алғаннан кейін ба, или же просто сондай стильге оралдым ба, бір қандай қызық майканы сыртынан бетін рубашка киемін. Ну, мне так комфортно. Потом, қазір мен бір кісімен жолығамын. Сосын жолығып болғаннан кейін мен жолға шығатын болдым. Қайда десеңіздер, айтпаймын. Жолға дайындалдым деп айта алмаймын енді, но я взяла пару вещей. Все. Ну и нафиг. Дейді. На всех забила. Кеттім басқа қалаға. Кисуля, привет! Катя! Санам! Вот же твои виски. Виски? Что-то колы не вижу рядом. Где? Короче, уайымдамаңыздар, мен үйіме жеттім. Я көбісі угадали. Сен Талдықорғанға бара жатырсың деп. Шынымен де я Талдықорғанға келдім анамның қасына. Талдықорғанда бірнеше күн болатын боламын. Сосын что? Мама қазір түнде жұмыстан келеді. Сменде. Вот. И мама деген бізде андай тамақты сақтап қойып жүреді да, морозильникте. Андай полуфабрикаты. Сонымен короче мантыны суға қойып пісіре бер деп неткеннен кейін суын қойып, қазмантыны қойып қойдым. Теперь жду маманы. На жақта цицевили бар. Блин, обожаю этот салат. Единственное, с чего стоит. Короче. Менің Талдықорғанға келудегі екі себебім бар. Біреуі мамаға келіп кету Қытайдың алдында. Екіншісі, естеріңізде болса, бізде июньнің 16-сына қарсы анамның әпкесі қайтыс болған болатын. Сол кісінің 40-ы уже соған орай келген болатымын. Бұйыртса 24 күні үлкен ас береміз. Сол шаштарым айқайлап жатыр. Соған да заодно келдік, туған туысқандар келіпті. Барлығымен бір отырып шай ішіп бас қосатын болам. Және де ауылға да барып қайтуым керек. Папамның басына баруым керек, ой үшін біраз тірлік істеу керек. Сол ждун, мантыны қойып қойдым. Мама келеді, бірге тамақтанып өсек соғамыз. Өш, мен Талдықорғанда 1-2 күн болам. Талдықорған қаласындағы кішігірім бизнестер, үлкен бизнестер, егер де реклама керек болатын болса, мен шақырсаңдар болады. Нормальный уақыт болады мен Талдықорғанда, в принципе. Сол. Так что жду.